Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қадірменді YouTube каналының тыңдармандары, өзіміздің тұрақты каналымыздың тыңдармандарына бүгінгі жолданатын әңгіме мынау алдарыңыздағы көріп тұрған қаздың мойнынан не тамақ істеуге болады. Алдағы уақытта сол туралы бейне түсіреміз деп айтқан едік. Сол енді осы мойнынан біз бүгін бұйыртса шұжық жасаймыз ба деп. Қаздың шұжығын жасаймыз мойнынан. Енді оған алынған жаңағы нелері: бауыр, тасқарын, сол жүрек. Осы үшеуін уақтап тураймыз. Бұны көп уақыт алмасын деп біз уже әзірлеп алғанбыз, көбіктеп турап. Бұл жерде бауыр, жүрек және тасқарын. Осы үшеуін турап әзірлеп қойдық алдын ала. Енді осыған қосылатын нәрселер қазір соны көрсетеміз. Сосын жақсылап тұрып оны араластырамыз. Ары қарата түсірімді жалғастырамыз. Так, мына жерде бір үлкен қасық қарабұрыш, 2 қасық үлкен қасық тұз. Соны міне еттің үстіне саламыз. Жаңа колбасамыздың үстіне саламыз. Қаздың үш құрылысының үстіне тұзымызды және қара бұрышымызды салдық. Енді чесіне қосамыз. Мына жерде сарымсақ. Бірін сарымсақты тоқтай алдық. Бір бас. Соны жаңа қарындардың үстіне саламыз. Так, сарымсақты қостық. Бұның ішінде тұз, 2 үлкен қасық, 1 үлкен қасық бұрыш, сосын 1 толық сарымсақ. Енді осыны дұрыстап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұрыш және сарымсақтың иісі шығып жатыр. Піскенде ол әлбетте жақсы дәм береді. Так, дұрыстап араластырдық. Енді соны мойынның ішіне салатын боламыз. Мынау қаздың мойны, екінші жағы үлкен жағы ғой, мойынның қасы. Бұл жерде тігіп тастадық жіппен. Ішінен екінші жағынан шығып кетпес үшін. Сосын мына тар жағынан жайлап мына еттерімізді сала бастаймыз. Сөйтіп осы еттерді мынаның ішіне тыға береміз. Жайлап үзіндімен көрсететін боламыз. Енді бүкіл еттің бәрін салғанды көрсетіп отырмаймыз. Енді түсінікті ғой. Мына жерде қалай жасайтынымыз бәрі түсінікті. Осылай етіп етті колбасаның ішіне тығамыз түгелдей. Сосын болғаннан кейін қазір тағы түсіретін боламыз. Колбасамызға, шұжығымызға қарыннан жасалған, шұжық әзірлеуге жасаған нәрсеміз салып болдық. Мына жерден қазір тігеміз. Оны өзінде қылып тағы да түсіреміз қазір. Жалпы осылай етіп етті ішіне салдық. Енді қазір тігіп, сосын ары қарата тағы не істейтінімізді көрсетеміз. Мындай шұжық әзірледік. Міне екінші жағын тіктік. Мына жағы да тігілген, осындай шұжық. Енді осыны қазір кастрюлеге салып суға қайнататын боламыз. Қазір тағы да айтамыз. Кастрюлеге салдық, ішіне су құйып, шұжық батырып тұратындай. Үстіне жуа қосамыз қазір. Жуа қосамыз үстіне. Ол артынан сорпаға бір жағынан дәм береді, және де тез қайнауға. Лавр жапырағын саламыз. Дәм шығатын болады. және де
тағы да тұз қосамыз. Артынан тағы да дәмін қарап, тұз керек болса тұз қосамыз. Осылай 1 сағаттай қайнататын боламыз. Бірінші қатты отқа қоямыз, қызуын көтеріп қайнатып аламыз да, содан кейін жай отқа қоямыз. Қаздан мойыннан жасалған шұжықты 1 сағат қайнаттық суда. Енді сковородкаға палька ұстаймыз да, пальканың үстіне және 40 минуттай нететін боламыз. Газ плитада астында қаздың жаңағы осы жасайтын шұжығымызды майлап 180 градус ыстықта газовканың астында ары қарата жалғастырамыз осы түрлерді. Оны тағы да көрсететін боламыз. Духовкаға саламыз. Үстіңісіне қойымыз да. Ары қарата тағы да көрсететін боламыз не істейтінімізді. Бір кішкене уақыт өткендерден кейін шығарып алып духовкадан аударып тұратын боламыз былай да былай. Осыдан ол қызарғанша осыдан пісіреміз осының ішінде духовкада. Духовкада 40 минуттай ұстадық. Жаңа өздеріңізге айтқандай. Қазір шығарамыз енді. Керемет. Мына екі жағы қызарды. Енді осыны суытып, сосын кішкене дәмін татып деген сияқты өздеріңізге көрсетеміз. Түсірілімді тағы да жалғастырамыз. Шұжығымыз әзір болды. Енді бір кесіп, дәмін татып көреміз бе деген ойымыз бар. Балдармен дәмін көрейін деп. Керемет шыққан, керемет. Көріңіздер, дәмі керемет екен. Ауыздың суы ағып дейме, сондай болып жатыр шынын айтқанда. Дәмі деген масқара енді. Сіздер де осылай етіп жасап көріңіздер. Енді өзіміздің каналымыздан осы видео күткен адамдарға видеомызды жолдаймыз қазір бұйыртса. Сау саламатта болыңыздар. Колбасамыз міне мынандай болып шыққан міне колбасамыз. Сол қазір дәмін көреміз бұйыртса. Саушылықта болыңыздар. Қазақ елі, жұртымыз аман, еліміз тыныш, аспанымыз әрқашанда ашық болсын ағайын. Саушылықта болыңыздар.